أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат қауымы. Алыстан жақыннан келген баршамыздың басып келген қадамдарымызды Алла Субхана ва Тағала сауаптан жазып, дәрежелерімізді өсіріп, пенделікпен жасаған қате күнәларымызды кешіріп, иншалла осы отырысымызды Алла Субхана ва Тағала берекелді, хайырлы, пайдалы білім алатын отырыстан болып нәсіп етсін. Осы күндерді біздің ата-бабаларымыз армандаған күні осы күн еді. Қазақта сөз бар, қойдың үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман дейді. Яғни өте тыныш заман. Олар осы күнді армандады. Бірақ үмітсіз шайтан дейді қазақта, олар үмітін үзгені жоқ. Олар Аллаға дұға жасап, осы күнді армандады. Өздеріміз көре алмасақ та балаларымыз көрсе екен. Иншалла біздің ұрпақтарымыз сондай күнге жетеді. Біз ешкімге тәуелді болмайтын уақыттар келеді. Өзіміздің елімізде, жерімізде Алланы ұлықтайтын уақыттар келеді деп, олар осы күнді күтті. Альхамдулилля, біздер осы күнге жетіп келдік. Міне өте тыныш заманда, осындай бір бейбітшілік заманда, өзіміздің елімізде, өзіміздің жерімізде Алланы ұлықтайтын осы мешітте бас қосып отырмыз. Аллаға шүкірлер болсын, Алла Тағала көптеген жаратылысты жаратты. Солардың ішінде біздер адамзат қылып жаратты. Альхамдулилля, біз адамбыз. Сол адамзаттың ішінде Алла Субхана ва Тағала өзін бір дейтін, пайғамбарды хақ дейтін, қиямет күніне сенетін мұсылмандардан етті. Бұл жайында пайғамбарымыз айтады, Алла Тағала қайсы бірін құлын жақсы көретін болса, оны дінді түсінетін қылып қояды дейді. Мына дүние нығметін Алла Тағала сүйген құлына да, сүймеген құлына да бере береді. Бірақ Алла Субхана ва Тағала иман байлығын өзінің сүйген құлына ғана береді деген. Аллаға шүкір, біздер мұсылман халықпыз. Біздің мұсылмандығымызға кеше ғана бір жақында ғана қабылдаған емеспіз. Біздің мұсылманшылығымыз 12 ғасыр астам уақыт өтті. 1250 жыл болды қазақ даласында исламны шырқалып келе жатқанына. Алла туылмаған, туылмаған, оның теңдесі жоқ деп Ихлас сүресін оқып келе жатқанымызға 12 ғасырдан астам уақыт өтті. Біздер солардың ұрпақтарымыз, альхамдулилля, біздің ұрпақтарымыз да осыны жалғастыратын болады. Иншалла, осы әлем тұрады екен, оның ішінде біздің Қазақстан мемлекеті мәңгі ел боламыз деп осындай үлкен орандатып біз келе жатырмыз. Адам осы өмірден өткен кезде қайтыс болды деп айтылады. Қайтты марқұм, тұздамы біткен екен деп айтылып жатады. Бірақ сиыр өледі, жылқы өледі, адам өлмейді, адам қайтыс болады. Алланың алдына барған кезде біздер Алладан сұралатын сұрақтарымыз бар. Мен кейде бір жерлерден осыны сұраған кезде кейбір бауырларымыз соны жауап бере алмады. Бірақ сіздер оны жауап береді деген үміттемін, иншалла. Қанша парыз бар деп сұрасам, бір бауырларымыз 5 парыз бар дейді. Бауырым 5 емес. Қанша десем, біреу айтады 40 парыз бар дейді. Ой, бәрекелді, атаңа рахмет, 40 парыз бізде жүктелінді. Ертең Алланың алдына барған кезде біз және біздің әйел бала шағаларымызда осы 40 парыздан сұралады екен. Алла Субхана ва Тағала бізден осы 40 парызды сұрайды. Астанадан жер алып үй соқтың ба, осындай қымбат көлік алдың ба деп сұрамайды Алла бізден. Бізден нені сұрайды? 40 парызды сұрайды. Енді сіздерден сұрамай қойын, білет деп есептеймін, иншалла. Сол 40 парыздың 7-еуі иманда тұр, 7-еуі, 5-еуі исламда тұр, 12-сі намазда тұр, 4-еуі дәретте тұр, 4-еуі таямда тұр, 3-еуі ғұсылда тұр. Оның біреуі жақсылыққа шақыру, біреуі жамандықтан қайтару, біреуі әйелдерге қатысты хайыз мәселесінде, біреуі нифас, ең соңғы 40-шы не ол? Білім алу. Бұл осындай 40 парыз бар екен. Иншалла, енді осы Алла берекетін берсін. Демек 40 парыздың алдындағы 7-еуі не мәселеде екен? Иман. Иманда 7 парыз тұр. Иманның 7 парызы ертең Алланың алдына ең бірінші осыдан сұраламыз біздер. Біріншісі не? Аллаға иман келтіру, бәрекелді. Иман келтіру деген, демек сену деген сөз. Әр ғасырда осы мұсылмандардың іштерінде көптеген қақтығыстар болған. Ол қақтығыстың болуына бір себептер пайда болды. Мысалы, имам Бұхарилардың уақыттарында Құран жаратылған ба, жаратылмаған ба, яғни мақлұқ па, мақлұқ емес па деген сондай мәселе көтерілді. Адамдардың бәрі сонымен айналысады.
екіге бөлініп болады екен де, біреу мақұлық дейді, біреу мақұлық емес дейді. Сонымен қырғын тартыс ана жерде. Құдай сақтасын. Имам Бұхарилар осы жолда шахид болды. Ахмад бен Хамбалдар осы жолда кетті. Көптеген ғалымдар осы жолдың құрбаны болып кеткен ғалымдар. Құран мақұлық емес. Құран Алланың кәламі, ол Алланың бастауынсыз, аяқтауынсыз өзімен бірге болған сөз ғой. Ал мынау Құран деп атқан мұсхаф, сыртында парағы бар, жазылған, оның бәрі мақұлық. Баспаханадан шығып жатқан кітаптар. Ал оның үстіндегі жазылған аяттар ол не емес, мақұлық емес. Міне осындай көптеген сынақтар болып жатты. Қазіргі біздің қоғамымызда, мен байқап жүргенім, қазір біздің қоғамымызда осы иманға байланысты жері ғой енді. Құдай қай жақта деген сыналып жатыр. Айнала дейді. Бір бауырымыз келіп намазға жығылып, мына жерде ақырындап намазын оқып қуанып тұрса, жанына келіп екіншісі оған сұрақ қойып жатыр. Құдай қай жақта дейді. Білмеймін бауырым Құдайың қай жақта екенін. Алланың бар екенін білем әйтеуір. Жоқ бауырым, Алланы ол сен танымайды екенсің. Егер Алла Тағаланы сен аспанда деп айтпайтын болсаң қазір дейді, онда сенің оқып жатқан намазың да, кешегі Рамазандағы ыстық күнде ұстаған оразаң да, мына беріп жатқан қайырымдылық садақаң да бәрі күлге ұшып кетті дейді. Неге? Себебі сен Алланы танымағандықтан дейді. Алланы қалай тану керек? Оның айтуы бойынша, мен ондай жігіттермен өткенде кездестім. Құдай аспанда деп айту керек дейді. Демек жаңағы иманның 7 парызын айттық, бірінші 7-еуі тұр. Біріншісі не деп айттық? Аллаға иман келтіру деп жатыр. Алланы тану, Алланы іздеу деп жатқан жоқ бұл жерде. Бұл жерде не деп жатыр? Аллаға иман келтіру. Иман келтіру деген сөздің мағынасы, сен оны білмейсің, қандай екен. Бірақ сенесің. Иман келтірді деп сөз кезде ғана айтылады. Мысалы, біреу бір нәрсені білетін болса, кейін оны соны сенесің ба десе, я иман келтірдім десе, ол білмеген болып шығу керек сол нәрсені. Сөз кезде ол иман келтірілді деп айтылады. Ал оны білетін болса, танитын болса, оған иман келтірілді деп айтылмайды. Алла Тағаланы біз көргеніміз жоқ, Алла бізді көріп тұр. Алла Тағала көретіндей бұндай дене мекенде емес Алла Субхана ва Тағала. Демек, иманның бірінші парызы Алланы не деп жатыр? Иман келтіру деген сену. Мынау Абай атамыздың алдына Мәшһүр Жүсіп ағамыз келген екен, көпей ол, жас бала болған сол кезде, Абай атамыздың ауылына келген ғой. Сол кезде Абай атамыз өте астарлы сөйлейтін хаким Абай ғой ол. Абай атамыз жаңа жас баланың атын сұраған ғой. Атым Мәшһүр Жүсіптің. Ол Абай атамыз естіген екен, сондай бір жігіттің шыққанын. Өте сондай дана, өте сондай білімді азамат деп естіген ғой Абай атамыз. Өзінің сұрағын қойды дейді. Алла қайда, шайтан қайда? Абай атамыздың сөзі. Сол кезде жас бала Абай хакимге жауап берген екен. Алла менің жүрегімде, шайтан сіздің тіліңізде деген да. Сол кезде Абай атамыз жеке киіз үй тіктіріп, жаңадай мал сойғызып, 3 күн не күткен екен. Асты үстіне түсіріп, кәдімгі құда күткендей күтіп жіберді дейді жас баланы. Кетерінде астына атын мінгізіп, сыйлықтарын беріп, иығына шапан жауып, шығарып салды дейді. Ол кеткеннен кейін Абай атамыздың жанындағы бәйбішелері, тоқалдары, апаларымыз айтқан екен. Жап-жас бала келді, бірақ сұрақ қойды саған. Алла қайда, шайтан қайда? Ол айтты, осындай деп жауап берді. Соған бола 3 күн аяғымыздан тік тұрып қызмет жасадық қойды ана балаға дейді. Ода тұрған не бар дейді. Мен түсінген жоқпын деп аналарымыз айтқан екен. Сол кезде хаким Абай айтқан екен. Мына баланың көрдіңдер ме? Сендер айтқанын түсінбедіңдер. Бұл бала шынымен сол Мәшһүр деген Жүсіп бала екендігін мен содан таныдым деген да. Яғни шынымен Алла жүрегімде деп атқаны, сен жүрегіңмен ғана танисың Алланы. Оны сұрап атқан адам не? Шайтан оған айтқызып жатыр, тіліңде деп атқаны сол. Құдай қай жақта деп кім айтатын болса, оны не деп айтты? Сен шайтан тіліңде деп жауап берді. Демек, құрметті бауырлар, жаңа айтқанымызда Құран кәрімде 114 сүре бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген мыңдаған хадистер бар. Осы аяттардың ішінде, хадистердің ішінде бір мәселе жоқ. Құдайды іздеңдер, табыңдар, қандай ол, қай жерде, ондай сұрақ қойылмайды. Ақыретте ондай сұрақ қойылмайды. Ақыретте бізден 40 парыздан сұрайды. Яғни Аллаға иман келтірдің бе деп сұрайды. Иман келтірдің бе деген, ол іздедің бе, таптың ба, тексердің бе, зерттедің бе деген сұрақ емес ол. Яғни сенесің бе деген сөз. Сол үшін құрметті бауырлар, жаңа айтылғандай, біз Алла Субхана ва Тағаланы есім сипаттарымен ғана танимыз. Есімдері 99 есімі бар, көркем есімі. Ғалымдар айтады, Алла Субхана ва Тағаланың есімі 99 ғана емес.
Бәлкім сол 99 есімі біздің ақылымыз көтеретін сөздер ғана айтылды ол жерде. Ол мейірімді, ол рахымды, ол кешірімді, ол тәубаны қабыл етуші, ол өлтіруші, ол тірілтуші, ризық беруші деп кете береді ғой 99. Сол сөздер естіген кезде біз, Алла сондай екен, мейірімді екен, рахымды екен, мені кешіреді екен, мен тәуба қылсам тәубамды қабыл етеді екен ғой деп, біз Алланы осы 99 есіммен ғана танимыз. Бұл бірінші жолы. Ал Алла Тағаланың есімдерінің шегі жоқ дейді ғалымдар айтады. Оның шегі жоқ. 99-дан кейінгі Алланың есімдері айтылса, оны бәрі біз ұқпаймыз, түсінбейсің бәрібір. Мысалы, Құран кәрімде мынандай аят бар. Алла Субханаху ва тағала айтады: "Мен қараңғылықты да жарықты да жараттым" дейді. Біздің ақылымыз бойынша бір жер осындай жарық болып тұру керек, немесе қараңғы болып тұру керек. Екеуі де жоқ еді. Қандай еді сонда әлем? Ақылың тоқтап қалады сен. Біздің ақылымыз бойынша не бір жер жарық болып тұру керек, болмаса қараңғы болып тұру керек. Бір нәрсе қимылдап тұру керек, немесе қимылдамай тоқтап тұру керек. Екеуі де жоқ еді деп жатыр. Қандай еді сонда? Осы нәрсеге ақылың жетпей жатыр ғой сенің. Мысалға, денемізде жанымыз бар, дұрыс па? Жаныңның қайда тұрған ешкім айтқан жоқ әлі, білмейді. Пайғамбарымыздан да мүшриктер сұрады, рух жайында сұрады. Сол кезде пайғамбарымызға аят түсті. Оларға айт, рух не? Ол жайында маған аз ғана мағлұмат берілген, Алладан басқа ешкім білмейді, оларға айт деді. Жаныңды әлі зерттеп біткен жоқсың ғой сен. Денеміздегі жанымызды білмейміз, қай жерде тұрған. Енді өзіңді зерттей алмағаннан кейін сен жаныңды жаратқан Алланы қалай зерттемексің сен? Мынау қараңғылық пен жарықты ақылымыз көтермей жатыр, қандай болған? Жоқ кезде. Осыны жаратқан Алланы қалай зерттемексің? Сол үшін Расулалла саллаллаху хадисте айтқан: "Ла туфаккиру ан затилла". Алланың затында, яғни Алланың болмысында пікір жүргізбеңдер. "Валакин туфаккиру ан халқилла". Керісінше Алланың жаратқан жаратылысына пікір жүргізіңдер дейді. Ол аятта айтады. Алла Тағала тауға қарамайсың ба дегені, тауға қара деген. Аспанға қарамайсың ба деген, аспанға қара деп жатыр бізге. Жерге қара, түйеге қара деп жатыр. Қалай жаратылғанын көресіңдер дейді. Міне сол нәрсенің бәрін көрген кезде Субханалла Тағала дейміз. Алланың шексіз құдіретін көреміз. Демек, құрметті бауырлар, жаңа айтылғандай, біз ақидада жаңа айтылды, 40 парыздың алғашқы 7-еуі неде тұр екен? Иманда тұр екен. Иманның демек 7 несі бар екен? Парызы бар екен. 7 парыз иманда тұр. Біріншісі не екен? Аллаға сену. Болды. Бір адам қазір басқа дін өкілі келіп, оған исламды жеткіземізді, ол бауырымыз сосын исламды қабылдай, не істейін десе, оған не деп айтамыз біз? Калима шахад айтқызамыз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах. Алладан басқа Құдай жоқ екеніне куәлік етемін. Және Мұхаммед оның пайғамбар елшісі құлы екеніне куәлік етемін десе, ол бауырымыз мұсылман біздің. Болды. Пайғамбарымыз алдына адамдар келіп исламды қабылдаған кезде Расул айтқан жоқ оларға: "Бауырым, Алла қай жақта? Алла аспанда" деп айтпасаң, ақидаң дұрыс емес. Сенің намазың қабыл болмайды. Ондай сөз айтылған жоқ қой Расулдан. Бір бауырымыз калима айтса, "Бауырым, құттықтаңыздар, мына бауырымыздың сапқа қосылды" деп Расулда сүйінші хабарын беретін адамдарға. Бәрі құттықтап, сол бауырымызды не істейтін еді? Мұсылманды сапқа қосатын еді. Мұсылмандық арадағы мәміле басталатын еді. Жаңа бауырымыздың арасында. Демек, бауырларымыз, ақида дегеніміз сол екен, яғни иманда 7 парыз тұр. Бір бауырымыз Аллаға сенем деді ма, болды, таста, оны арғырап сен не істеме, зерттеме. Аллаға сенеді ғой ол. Алла қай жақта, қандай ол деп оны несін бұзып жүрме дейді. Сенімін бұзып жүрме. Оны арғырап қазбалайтын болсаң, шайтан, иблис не бір ойларды алып келеді. Мынау сахабаларда да болған, пайғамбарымыз бір сахаба келеді, "Я Расулалла, мені бір ой мазалайды" дейді. Бірақ ол сұрақты қояйын десем, сұрауға тілім бармайды дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: "Бауырым, сұра" дейді. Біздің асыл дінімізде мынандай сұрақ белгісінде қалып қойған мәселенің өзі жоқ дейді. Сұра, не мазалап жатырсың дейді. Сол кезде жаңа сахаба айтады: "Я Расулалла, маған ой келеді" дейді. "Мұны әлемді кім жаратты? Алла жаратты" деп жауап беремін дейді да ойыма. "Сені кім жаратты? Алла жаратты. Мынау түйені кім жаратты? Алла жаратты" деп жауап беремін дейді. Соңында Алланы кім жаратты деген сұрақ келеді дейді да мен ойыма. Сұрақты қара. Сол кезде пайғамбарымыз не деп айтты? "Сенің басындағы сұрай алмай айтқаның сенің иманың сол" деді. Иманың осында дұрыс емес, сен сұратпай айтқан сол нәрсе деді. Ал осы сұрақты саған ойға алып келіп жатқан ол иблис деді. Шайтаннан болады. Екінші мәрте және саған сондай ой келсе, Алланы зерттеу, іздеу, қандай ол деп.
сол кезде аузу биллахи минаш шайтан ражим деп айт деді. Алла, шайтаннан пана тілеймін саған деп осы дұғаны айт деп Расулалла үйретті. Демек қазір біздің бауырымыздың араларымызда осындай Құдай қай жақта деген біреу айтса, немесе ой келсе, біз осы дұғаны айтуымыз керек. Алла, мен саған осы шайтанның уасвасасынан пана тілеймін. Алла деп дұға айтсаң, иншалла, міне сен Құранмен, сүннетпен жүрген болып есептелінесің. Демек біріншісі Аллаға сену екен. Алхамдулилля, біз Аллаға сеніп келатқанымызда қанша ғасыр болды? 12 ғасыр астынан уақыт өтті. Өткенде бір жерде уағызда болдым. Сөйде бір бауырым айтады, сендер имамдар дейді, намаз, дәреттен басқа айтатын түктерің жоқ дейді. Сендер не үшін таухид айтпайсыңдар дейді, таухидті. Жұмаға шыққан кезде, осындай мехрабқа шығып уағыз айтқан кезде, неге таухид айтпайсыңдар дейді, Алла халыққа. Менің анау ауылда әжем бар дейді, жаңа бауырым айтады. Сол әжеме де бар, неге таухидті айтпайсыңдар? Ана әжем ертең таухидті дұрыс болмай кетіп қалса, жауап беруден Алладан қорықпайсыңдар ма деп, бір бауырым ашық сұрақ қойды осындай уағыз болып жатқан кезде. Бауырым, жақсы айтып болдыңыз ба? Енді мені тыңдаңыз дедім. Бауырым дедім, біріншіден мен таухидті айтар едім, имамдарды айтар еді, егерде біз осы қазақ халқы жақын арада ғана исламды қабылдаған ұлт болғанымызда егер. 20% ғана мұсылмандарды, 80% әлі де пұтқа табынып жүрген адамдар болса, тағы басқа бір дін өкілдерінде болып жүрген адамдар болса, біз айтар едік. Бауырлар айналайын, таухид деп. Бауырым, таухид не екенін білесің ба сен деймін де, не ол таухид деген деймін? Үндемейді. Мен саған айтайын, таухид не екен? Таухид деген не? Уахид деген сөзден шығады. Араб тілінде уахид деген жалғыз деген. Біздің қазақтың кез келген баласы болсын, қызы болсын, көшеден ұстап алып, Алла неше деп сұрап көрсіз олардан? Алла жалғыз ғой дейді. Егер сол Алла екеу, үшеу деп жүрсе, таухид айтсақ болады онда. Қарындасым, қателеспеңіз. Алла жалғыз деп айтыңыз. Оның серігі жоқ ол. Ол туылмаған деп біз Ықылас сүресін үйретеді соған адамға. Бірақ ол өз Алла жалғыз деп тұр ғой. Алла жалғыз деп тұрған адамға қалай сен таухид айтасың оған? Алла жалғыз деп айтасың ба оған? Ол, білем ғой оны дейді. Сенің әжеңе қазір екеуміз барсақ деймін, таухидті айтуға. Әжең бізге таухидтан сабақ береді деймін ол кісі. Отырыңдар, мен сендерге қазір таухидты үйретемін дейді ол кісі. Неге? Біздің ата әжелеріміз таухидтың біледі олар не екен. Алла жалғыз, ботам айналайын деп құлағымызға сыбырлап, мына кешегі 70 жыл кеңес одағында да бір кітап келген жоқ бізде. Солар емес пе құлағымызға сыбырлап таухидті жеткізген? Алла жалғыз, сен мұсылманның баласысың сен. Ол Алланың бастауы жоқ, аяқталуы жоқ, ол туылмаған деп Ықылас сүресін үйреткен кім бізге? Сол әжелеріміз ғой біздің. Енді сол әжеңе қайттан барып қалай сен таухид үйретесің сен? Әже айналайын, Алла жалғыз деп айтыңыз деп айтсақ, әжең қазір отырып алып екеуміздің масқарамыз шығарады деймін да. Бота не айтып тұрсың сен? Деп бізге таухидтан сабақ береді сол әжең деймін. Сол үшін құрметті бауырлар, жаңа айтқанымыздай, біздер жаңағыдай ақида, таухид деп ондайға кіріп кетпейік. Иман келтіру дедім ба, болды. Сендің ба, болды, таста енді оны. Оған кіріспей-ақ қой. Аллаға сенесің ба, болды. Ары қарап зерттеу, зерделеу, оны ары қарап қазбалай беру ол шайтаннан болады. Қазбаласаң да бәрі жауабын таппайсың сен. Жаңа сахабаға пайғамбарымыз айтқан жоқ қой. Ондай ой келсе, Алла кім жаратты деген сұрақ келсе, оны іздеп, ондай айтқан жоқ. Не деп айтты? Шайтаннан пана тілейтін дұғаны үйретті. Сол үшін ертең ақыретте Алла Тағала бізден сұрамайды. Мені іздедіңдер ме? Зерттедіңдер ме? Таптыңдар ма? Қай жақта екенмін мен? Қандай екенмін? Сұрамайды. Ондай сұрақ жоқ. Құранда ондай аят жоқ. Іздеңдер, зерттеңдер, табыңдар деген. Ондай аят жоқ. Құран кәрімде керісінше аят бар. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Не дейді Алла Тағала? Адамдарды не үшін жаратқанын айтып жатыр? Жындар мен адамдарды не үшін жараттым дейді? Өзіме құлшылық істеулері үшін жараттым деді. Мені зерттеп іздеу үшін жараттым деп айтқан жоқ. Не деп айтты? Маған құл болу үшін, сол үшін олар жараттым деді. Біздің мойнымыздағы міндетіміз Аллаға құл болу керек. Болды. Сен шаруаң болмасын. Мысалға ғалымдар былай түсіндіреді, бір басшы қол астында адамдар жұмысқа алды. Жұмысқа алды. Сол жұмысқа алған кезде қандай мақсатта алады? Мені іздеп жүрсін, арқымнан аңдып жүрсін, мені тексеріп жүрсін деп ала ма жұмысқа? Жоқ. Оны жұмыс істеу үшін алады. Сен жұмысың мынау, сен іс басқарушы боласың, сен жұмысың мынау, сен бас есепші боласың, сен осы жерге қаралы боласың деп не істейді? Жұмысқа алады. Бұл сол адамдар өзінің жұмысын істеу керек енді. Солай ғой. Сол секілді Алла Субханаху ва Тағала бізді жаратты жоқтан бар етіп, және біздің істейтін жұмысымызды да бөліп берді.
Соның жаңа айтып жатқандай ол 40 парыз. Демек, жетеуі жаңа сенім мәселесінде, ақида деп жатқанымыз сол, сенім мәселесінде 7 парыз бар екен. Бірінші не екен? Аллаға иман келтіру. Түсінікті болды ғой? Аллаға сенеміз. Сеніп келатқанымызға Аллаға шүкір. 12 ғасыр астам уақыт өтті. Иншалла ақырет кешін біздің ұрпақтарымыз да осы сенімде болады иншалла. Екіншісі періштелерге сену парыз. Кім періштеге сенбеймін десе, ол адам діннен шығады. Сенем, бірақ анау жан алатын Әзірел деген бар екен ғой сол. Мен оны мойындамаймын десең, Құдай сақтасын, сен діннен шығасың сен. Сен калимаңды келтіріп, қайттан исламды қабылдауың керек. Және ол періште мәселесінде де қазір көп естіп жатырмыз, өте сақ сөйлеуіміз керек негізінде. Егер сол періштелерді кім, мынау қыз секілді сондай текпен тектеледі деп айтса, адам діннен шығады. Жоқ, қыздар секілді емес олар. Біздер секілді еркек ер текпен тектеледі деп айтса, адам пасық болады. Діннен шықпайды, бірақ күнәһар мұсылман боласың. Себебі періштелерде еркек, әйел деген ондай жыныспен жынысталынбайды олар. Оларда нәпсі жоқ. Оларда ондай ішпейді, жемейді, үйленбейді. Ондай жоқ періштелерде. Олар Алла Тағаланың жаратқан жаратылысы оларды. Олар Алла Тағала нұрдан жаратқан. Және Алла Тағала айтады, оларға бір тапсырма берілсе, олар оны екі етпестен орындайтын жаратылысы олар. Болды. Олардың жұмысы сол. Періштелер. Демек, сол періштелерді сену ол екінші парыз екен. Біз соны балаларымызға да айтып отырмыз керек. Періште деген бар. Оған сену керек. Ол періштелерді жақсы көруіміз керек. Құранда аят бар. Кім Жебірейілдің, Микаилдің, осы періштелердің дұшпаны болса, Алла айтады, білсін ол менің дұшпандарым дейді. Яғни періштеге жаман көру, демек Аллаға жаман көріп қаласың сен. Сол үшін періштені жақсы көруіміз керек. Және мынандай сөз бе, бір келіскен қара көзімізді көшеде көрініп қалса, ой, періштедей әдемі екен дейді. Үйтіп айтуға болмайды, бауырлар. Періштедей екен дейді. Қыз балаға теңеуге болмайды періштені. Ал мынандай сөздер бар. Жас сәби бала, ой, әлі күнәсі жоқ, періштедей ғой деп айтады. Бірақ періштедей деп оны баламалап айтты ол жерде. Яғни періштенің күнәсі жоқ, мына сәбидің де күнәсі жоқ қой дегені ол. Оны да ашықтап түсіндіріп алуымыз керек жаңағыда адамдарға. Бірақ менің балам періште деп айтуға болмайды. Ана кішкентай балам көрінбейді, сол періште сол деп айтуға болмайды. Періштедей деп баламалауға болады. Яғни періштенің күнәсі жоқ, менің баламда әлі балиғат жасқа толған жоқ, бейік күнә ғой деп айтқаны ғой енді. Осы мәселеде сақ болуымыз керек. Үшінші парыз пайғамбарларға сену. Пайғамбарларға сену парыз. Адам пайғамбардан бастап ең соңғы пайғамбар кім? Мұхаммед алейхиссалам. Мына Ахлус-сүнна вал жамағат бір ауыздан келіскен адам пайғамбарда ол пайғамбар болған. Қазір кейде естиміз, бір бауырларымыз айтады, ол Нух пайғамбардан басталған дейді. Адам ше? Жоқ, ол пайғамбар болмаған дейді. Сол үшін бауырлар, менің сөзім емес, Ахлус-сүнна вал жамағат бір ауыздан келіскен адам пайғамбар ол дейді. Адам пайғамбар. Оның балдары Шиис пайғамбар, Идрис пайғамбар, кете береді ары қарай. Нухқа шейін бірнеше пайғамбар бар ғой алдында. Соның бәріне біз не істейміз? Сену ол парыз. Ол парыз. Қанша пайғамбар келді деген жайында ғалымдардың арасында түрлі ихтилафтар бар. Бірақ нақты санын Алладан басқа ешкім білмейді. Адам пайғамбардан бастап Мұхаммед алейхиссаламның арасында қанша пайғамбар келіп кетті осы әлемге. Ол нақты санын Алладан басқа ешкім білмейді. Ол нақты санын білсек те бізге ешқандай бір не емес ол. Білуіміз шарт емес. Бұл жердегі маңызды нәрсе сену. Мысалы, Иса пайғамбар, мұна қазір христиандар Иса пайғамбарға шоқынып кетті. Мен Исаға сенбеймін десең, Құдай сақтасын, сен діннен шығасың. Иса пайғамбар ол. Ол пайғамбар. Алланың сүйікті құлдары осы әлемдегі. Демек, пайғамбарларға сену не екен ол? Ол парыз екен. Төртінші, кітаптарына сену. Нақты түскен 4 кітап бар. Қандай кітаптар? Забур. Кімге түсті? Дауд пайғамбарға түсті. Одан кейін Таурат кімге түсті? Муса пайғамбарға түсті. Инжил Иса алейхиссаламға түсті. Құран Мұхаммед алейхиссаламға түсті. Адам пайғамбарға да сондай парақшалар түскен жайында риуаяттар бар. Яғни ол парақшалар, бірақ мынандай жинақты кітап емес. Нақты 4 кітап, қалғандары сондай парақша, сондай нелер түскен дейді пайғамбарларға. Біз соның бәріне сенеміз. Араларын біз не істемейміз, ала алмаймыз. Ана кітапқа сенемді, Инжилге сенбеймін десең, сен мұсылман емессің.
Мен Тауратқа сенбеймін десең, сен мұсылман емессің. Бірақ түсінуіміз керек, қазіргі қоғамда, қазіргі таңда түп нұсқа дейміз ғой. Түп нұсқа Инжил жоқ. Түп нұсқа Таурат жоқ. Адамдар оны өздері, сол кітап иелері оны бұзып, өздері жазып тастады. Мысалы айтатын болса, Инжилді ұстап жүрген бұлардың Таураттары, қазір Библия деп жатыр ғой, киелі кітап. Ол 4-ке бөлініп кетті. Ол біреу еді негіз басында. 4-еуі бір-біріне қарсы шығып жатыр. Мына жерде мынандай деп айтады, екінші кітабында оған қарсы мынандай нәрсе айтады. Оның бәрі өздері қолмен жазылған сөздер, ол оригинал не емес, Инжил емес. Біз иман келтіреміз, бұлардың анау Библиясын айтып жатқанымыз жоқ. Біз Инжилге иман келтіреміз. Иса пайғамбарға түскен кітапты айтып жатырмыз. Біз иман келтіреміз, Мұса пайғамбарға түскен Тауратты айтып жатырмыз. Қазіргі сол Мұса пайғамбардың жолындамыз деп жүрген кейбір ұлттарға қолындағы кітаптарын айтып жатқанымыз жоқ. Олар бәрі бұрмаланған. Түрлі нәрселер бұрмалап жазып тастады. Біз оны айтып жатқанымыз, біз оған сенбейміз. Біздің сенеміз Тауратқа сенеміз. Яғни Мұса алейхиссаламға түскен кітапты айтып жатырмыз да. Демек, кітаптарға, Алла тарапынан түскен кітаптарға сенудің үкімі не екен? Ол парыз екен. Демек, бірінші парыз не болды? 40 парыздың біріншісі Аллаға сену, екіншісі періштелерге сену, үшіншісі пайғамбарға сену, төртіншісі кітаптарға сену. Кітаптарға сену. Иншалла, қалған парыздарды келесі дәрісте жалғастыратын боламыз. Құрметті бауырлар, неге айтып жатырмыз? Себебі көп жерде сұраймыз, 40 парыз білмейді бауырларымыз. Мұсылмансың ба десе, альхамдулилля мұсылманмын дейді. 40 парыз айтып берші десең, айта алмайды. Білмеймін оны дейді. Сол үшін құрметті бауырлар, бізге айып болады. Қазір басқа дін өкілдері келіп, әрқайсымыздан сұраған кезде орнымыздан қарғып тұрып, біз 40 парызды жаңағыдай жүйелі түрде түсіндіріп бере алатындай деңгейде жүрміз керек. Өсіп келе жатқан ұрпақтарымызға 40 парызды жаттап тастау керек. Біздің балаларымыз, қыздарымыз 40 парызды жатқа айту керек. Ол үшін өзімізден бастайық, иншалла. Қайталау арқылы Құдай қаласа ол бойымызға сіңетін болады. Субханака астағфирука ва атубу илейк. Ерекше мейірім рахмет Алла тағала баршамызды ескен білгенімізге амал істеуді нәсіп еткейсін. Ақыретте сұрақ жауабымызды жеңіл еткейсін, я Рахман Рахим. Ақыретте осы 40 парызды сұралған кезде баршамызды толық дұрыс жауап беруді нәсіп еткейсін. Өсіріп жатқан ұл қыздарымызды иманды, ибалы, ұятты, салиқалы, тақуа ұрпақ болуды өзі нәсіп еткейсін. Елімізге, халқымызға, жұртымызға амандық, тыныштық, берекетінді беріп, баршамызды тура жолында болған ислам дінінде жүріп, соңғы демімізде Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммад оның елшісі деп иманда, исламда өтуді нәсіп еткейсін. Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.